Өлкеміздің тарихы туралы айтылар әңгімемен шертілер сырдың шегі жоқ десек те болады. Өлке тарихының бастауы Ескелді бабамыздың, оның жан серіктері Балпық би мен Қабан жыраудың есімдерімен тығыз байланысты. 18 ғасырдың басында жоңғар шапқыншылығы кезінде тоз-тоз болған ел жұртын сыр бойынан жинап, ата қонысы Жетісуға қайта қоныстандыру үшін билер жер шолып жүреді. Алдарынан әбден әлсіреп, өлімшілдік халде жатқан баланы кезіктіреді. Ескелді би қолындағы найзасын жерге шанши салып, баланы көтеріп алады. Бірақ өздерінің де азықтары бітіп келе жатқан батырлар не істерін білмей сасады. Ескелді би әруақ деп найзасын суырып алады. Найза суырып алған жерден бұрқырап су шығады. Баланың аузына су тамызады. Бала дереу есін жиып орнынан тұрады. Сонда Ескелді бабамыз, мына бұлақтың суы саған шипа болып, қайта өмірге әкелді. Бұл бұлақтың атауы өмір бұлағы болсын деген екен. Кейін сол бала өсіп өніп, балалы болады. Жетісу ауылының солтүстігінде үлкен тас жолдың бойындағы сол өмір бұлағына адамдар жиі келіп, тәу етіп, бұлақ көзін ашып, шипалы суын ішіп, дертіне дауа тауып жатады. Ғасырлар өтсе де бабасына өмір сыйлаған шипалы бұлаққа бозбала Өмірәліде жиі келетін. Анасы аяқ ауыр кезінде Ескелді би түсінде аян беріп, есімін Өмірәлі деп қойған. Осы бұлақтың басында сүйген жарым жолықтырады. Бұлақтан су алуға келген бойжеткен Кашипа екеуі бірін-бірі ұнатып, мәңгілік бірге болуға осы жерде сөз байласады. Жақында шипалы бұлақтың жанында рухани жаңғыру бағдарламасы аясында меценат Өмірәлі Қопабаевтың қолдауымен өмір бұлақ махаббат стелласы тұрғызылды. Дәл осы стелланың ашылу қарсаңында жер иығы Жетісу жерінің бір туар перзенті Өмірәлі ағамыз бен Кашипа апайымыздың отау құрғанына 50 жыл толыпты. Жаңа өмірге аяқ басып отау құрғалы тұрған екі жұпқа осы өмір бұлақ атты махаббат стелласында кешегі бозбаламен бойжеткен бүгінгі ата мен әже Өмірәлі мен Кашипа баталарын берді. Міне, ұрпақтар сабақтастығы деген осы ғой. Ескелді бабамыздың өмір бұлағының көзін ашып, дәрияға айналдыратын рухы биік саналы ұрпақтары тұрғанда, туған жердің тұрғыры әр қашанда биік болады. Міне, Қойнауы аңызға толы киелі мекен Ескелді ауданы туризмді дамытуға қолайлы аймақ. Келіңіздер, аймағымыздың кереметін көріңіздер.